Армысыздар, құрметті әріптестер, оқырмандар. 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай ұйымдастырылып отырған мәдениет ұлттың мәйегі атты әдеби сазды кешті назарларыңызға ұсынамыз. Мәдениет ең алдымен жәдігерлік, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші зиялы қауым. Себебі әр халықтың дүниетанымы, рухани байлығы, тыныс тіршілігі, салт дәстүрі дәл осы мәдениет деген асыл ұғыммен ұштасып жатыр. Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, ол елдің еңсесі де биік, рухы да жоғары болады. Сонымен қатар мәдениет адамзат тұлғасын деңгейіне көтеретін негізгі құрал. Мәдениеттің өзекті бөлігі өнер. Шынында да өнер мәдениеттің алтын қазынасы, адамның ұлылығын білдіретін ғажап көріністердің бірі. Мәдениет пен өнер қоғам дамуының негізгі қажетті саласы. Бұл халқымыздың бай мәдени мұрасы мен руханиятының дамуына үлес қосып келе жатқан азаматтарды жұдырықтай жұмылдыратын мерейлі күн.